Хаты жүрегіме батты. Ерке Есмахан күйеуінен ауыр сөз естіген әйелге қымбат сыйлық жасайтынын айтты. Әнші Ерке Есмахан стористеріне жауап ретінде басындағы жағдайды баяндаған келіншектің оқиғасы жүрегіне батқанын айтып, оған қымбат сыйлық тарту еткетінін жазды. Мұрын бітеліп, тамақ ауырып кетпей тұр. Ауа райының тіпті қабағы ашылмады. Ауырдым деп үйде жата бермей, мамаға барып қайтайық деп отырмыз. Күйеуім менің мамама, жеңге балыздарына өзі таңдап гүл алып жүр. Жолшыбай тоқтап. Мұндай күйеу менде ғана деймін жаным, шүкір деп жазды әнші стористе. Бұл стористі көрген желі қолданушыларының бірі әншіге өз басындағы жағдайды айтып, аяғынан жарылған. Жақсы жар жолыққан қандай жақсы, бақыттысыз. Бүгін мерекеге алтын алға сұраймын деп қатты сөздер естіп жүрегім ауырып отыр деп жазды әншіге желі қолданушысы. Келіншектің бұл хаты жүрегіне батқан әнші оған бриллиант сыйға тартатынын жеткізді. Қыздарым, барлықтарыңызға бақытты сәттеріңіз мейрамда да қарапайым күндерде де өміріңіз қуанышқа толтырып жүретін қастарыңызда нағыз ер жігітті де тіледім. Мына қыздың хаты жүрегіме батты. Сол үшін алтын емес, бриллиант набор менің атымнан болсын деп. Ал күйеуіңіз келесі 8 мартқа керемет сыйлық алып беретініне күмәнім жоқ. Ренжіспей бақытты болыңыздар деп жазды Ерке Есмахан.